Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауданындағы Бестау мен Березовка ауылдарының тұрғындары жаңа мекенге қоныс аударды. Айта кетелік, Қарашығанақтағы мұнай-газ конденсаты кенішінің санитарлық қорғаныс аумағы ұлғайтылуына байланысты ел үкіметі тұрғындарды көшіру туралы шешім қабылдаған еді. Адамдарды көшіру шығындарын КПО компаниясы түгелдей өз мойнына алды. Ал ауылдықтардың алғашқы легі Ақсай қаласына былтырғы желтоқсанда көшіп келді. Консорциум көші-қон жұмыстарын Қазақстан Республикасының заңдары мен халықаралық стандарттарға сай іске асыруды алға мақсат етіп қойды. Яғни жаңа мекенде әрбір отбасының меншігіне сай өтемақы беріліп, қолайлы жағдай жасалады. Осы мақсатта құрылған жұмыс комиссиясының құрамы әкімдік пен Бөрлі аудандық мәслихатының өкілдері, КПО, сонымен қатар қоғамдық ұйымдардың мүшелерінен жасақталды. Біз үшін ең бастысы ауыл тұрғындарының мүддесі мен пікірі. Сондықтан халық арасында сауалнама жүргізіліп, олардың қай жерге көшкісі келетіні анықталды. Кейбір азаматтар аудан орталығы мен Қарашығанақ кенішінің әкімшілік орталығы саналатын Ақсай қаласынан пәтер алғысы келді. Ал енді бірі жеке шаруашылығы бар жер үйлерге қызығушылық танытты. Алғашқы кезеңде Ақсайдағы екі көп пәтерлік үйге 82 отбасы көшіп келді. Пәтерлер ең алдымен соғыс ардагерлеріне, бірінші және екінші топ мүгедектеріне, мүгедек балалар бар отбасылар мен бала шағасы 2014 жылдың қараша айында мектепте жапа шеккен тұрғындарға берілді. Берілген пәтерлер азаматтардың бұған дейінгі үйлерінен кем емес. Бұл ретте әр адамға 15 шаршы метрден қарастырылды. Үйлерінің аумағы үлкен азаматтар да дәл сондай баспанаға ие болды. Бұған қоса тұрғындарға көші-қон шығындары мен шаруашылық нысандары, бау-бақшасы және жер телімдері үшін өтемақы төленді. 2015 ноябрь күні көшіп келдік. 20 ноябрьде біздер семья 8 адамға біздерге берді. 2 двухкомнатный квартира, 120 квадратный метр. Өте қуаныштымыз берген үйге. Балдар да қуанышты. Біздерге компенсация, көшкендерімізге бәріміз компенсация берді. Үйге, жеміске берді. Сарайға берді біздерге. Соған өзі өте неміз. Қуаныштымыз. Көшудің екінші кезең аясында биыл Ақсай қаласындағы Қарашығанақ 1 ықшам ауданында 2 9 қабатты үй салынады. Ал Аралтал елді мекенінде дербес жер телімдері бар 3 және 4 бөлмелі жер үйлердің құрылысы басталады. Сонымен қатар жолдар мен мектеп және балабақша құрылысы да қарастырылған. Ал кәсіпкерлер мен шаруаларға материалдық шығынын өтеудің нақты механизмі жасалды. Азаматтарды еңбекпен қамту мәселесі ұдайы назарда болады.